Сәлем достар, бүгін біз өте қызықты тақырып жаһандану және оның Қазақстанға әсері туралы сөйлесеміз. Жаһандану бұл бүгінгі әлемнің басты үдерісінің бірі. Ол экономиканы, мәдениетті, тіпті біздің күнделікті өмірімізді өзгертті. Қазақстан бұл процестен шет қалған жоқ. Мысалы, біз әлемнің түрлі елдерімен сауда жасаймыз, шетелдік компаниялар елімізде жұмыс істейді, ал қазақстандық жастар шетелде білім алады. Әсіресе білім саласында жаһанданудың әсері айқын. Қазір көптеген қазақстандықтар ағылшын тілін үйреніп, халықаралық бағдарламаларға қатысып жатыр. Болашақ стипендиясы сияқты жобалар да осы жаһанданудың нәтижесі. Дәл солай, бірақ жаһанданудың тек оны әсері емес, кейбір қиындықтары да бар. Мысалы, ұлттық мәдениет пен тілге әсер етуі мүмкін. Батыстық мәдениет кейде жергілікті дәстүрлерді ығыстырып шығарады. Сондықтан маңыздысы тепе-теңдік табу. Біз жаңа идеяларға ашық болуымыз керек, бірақ өзіміздің ұлттық болмысызда сақтау қажет. Мысалы, қазір қазақстандық дизайнерлер, музыканттар мен стартапшылар жаһандық деңгейде жұмыс істей отырып, қазақ мәдениетін танытып жүр. Бұл жаһанданудың жақсы жағы. Ал енді біз басқа адамдардың көзқарасын сұрайық. Сіз Қазақстандағы жаһандану туралы не деп ойлайсыз? Я считаю, что глобализация в Казахстане имеет свои плюсы и минусы. В минусах я вижу то, что смещается фокус с казахской культуры, и смотря на другие ценности, мы можем поменять свой образ жизни. В плюсах я вижу то, что оно дает нам много возможностей и путей в будущее, такие как инфраструктура и телекоммуникация, и с помощью других стран мы можем развиваться вместе. Жаһандану бұл қауіп емес, бұл мүмкіндік. Егер біз оны дұрыс пайдалансақ, онда біз елдің дамуына үлкен үлес қоса аламыз. Сонымен қорытындылайық, жаһандану бұл тоқтатуға болмайтын процесс. Ең бастысы ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, әлеммен бірге даму. Назарыңызға рахмет. Кездескенше.